Неге өлімді жек көреміз? Әбдімәлік ұлы Сүлеймен Әбу Хазимнен неге біз өлімді жек көреміз деп сұрайды. Сонда Әбу Хазим: өйткені сендер дүниеге ұмтылып, оны өркендеттіңдер де, ақыретті ұмытып күйреттіңдер. Сосын жайнап тұрған жерден қираған жайға қайта оралуды жек көрдіңдер деп жауап береді. Тағы да Сүлеймен: ал ертең Алланың құзырында жолығу қалай болмақ деп сұрағанда, ол жақсылық жасағаны сапардан үйіне қуанып келе жатқан адамның жағдайындай, ал жамандық жасағаны қашқын құлдың мырзасына қайтарылып жатқан кейпіндей болады деген екен. Қалай болғанда да өлетінің хақ, оны еске алуды ұмытпа. Өйткені жан алушы періште сені күніне 5 рет зиярат етіп ұмытқан жоқ. Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ең ақылды адам өлімді жиі еске алып, оған дайындалғаны деген хадисін қаперіңе түйерсің.